ол мәссу зәкәрин мынау әурет мүшесін, жыныстық мүшесін ұстау, ол да дәретті бұзбайды. Кей мазхабтарда бұл әурет жерін ұстау немесе жыныстық мүшесін ұстау, ол дәретті бұзады деп келтірсе, бірақ біздің мазхабта ол бұзбайды. Не себептен? Өйткені біріншіден бұл сахабалардың, көпшілік сахабалардың мазхабы осы болып табылады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келтіреді, бір кісі Алла елшісіне келеді, кейін не дейді? Я Расулалла, ма тақулу фи ражулин масса закараху фи ссала. Сен қалай ойлайсың дейді? Мынау бір кісі намазда тұрып өзінің әурет мүшесін ұстаған, оның үкімі қалай дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Хәл хуа илля будъатун минка ау мудғатун минка. Бұл сенің бір мүшең ғана емес пе дейді. Яғни сенің бір мүшең өзіңнің ағзаң ғана емес пе дейді. Яғни өзіңнің ағзаң ұстағанда не бар дейді. Бұл дәретті бұзбайды. Ол әрине енді бұл көпшіліктің алдында ұстау-ұстамау мәселесі емес, бұл дәретті бұзу-бұзбау мәселесі жайында. Себептен біздің мазхабта ол бұзбайды. Әрине мынау кейбір басқа мазхабта біз дәретті бұзады деп келтірсек, сол мазхабтың ұстанатын хадисі ол Бусра радаллаху анханың жеткізген хадисі: "Мән масса закараху фальятавадда", кім әурет жерін ұстайтын болса, онда ол дәретін алсын деп келтіреді. Бірақ біздің ғалымдар бұл хадисті не дейді? Яғни қолын жусын деген мағынада дейді. Яғни лас жерді ұстағаннан кейін қолдарыңды жуыңдар деген мағынада. Ал негізі біз Талқ радаллаху анхудың жеткізген хадисін аламыз. Талқ радаллаху анху ер кісі болған, сол себептен бұл ер кісіге байланысты мәселе болғандықтан сол ер кісінің хадисін аламыз. Ал Бусра радаллаху анха бұл әйел кісі, бірақ әйел кісі болғанымен де бұл ер кісінің мәселесі жеткізіп жатқаннан кейін әйел кісінің мәселесін алғанымыз дұрыс болады.